аралығындағы 12 мыңнан астам жас тұрады. Қымбат көрме, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар, таныс болыңыздар. Мақсат Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицей-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Күнсұлу Шүгірова ханым келіп жайғасты. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Амансыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, тамаша. Мерекелік көңіл күй қалай ең алдымен? Тамаша. Айтулы күнмен 30 тамыз Конституция күнімен өзіңізді шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Ал енді өзіңізді бүгін мектеп мұғалімі ретінде шақырып жатырмыз. Енді бізде білгіміз келеді, қазіргі таңда мектеп оқушылары ата заңды қаншалықты білетіні. Осы ретте өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Ата заң әрине үлкенге болсын, кішіге болсын білуге міндетті, ескеріп жүруге міндетті негізгі құжат мемлекеттің. Қазіргі таңда бір қуанарлық жағдай қазақ тіл сабағында лексикалық тақырыптарда осы ата заңға да берілген тақырыптар бар, бөлім бар. Сондықтан оқушылар ата заңды білмейді деп айта алмаймын. Оның үстіне бізде лицей-интернат болғасын жерде тәрбие жұмысы қатар жүреді ғой. Сондықтан кураторлар, тәрбиешілер, пән мұғалімі ретінде өздеріміз де бұл ата заңнан аттап өте алмаймыз. Сондықтан әрбір оқушы өз ата заңын біледі деп есептеймін. Қаншалықты дәріптеліп жатыр? Қаншалықты болғанда бізде тәрбие жұмысы үнемі жүреді ғой. Сондықтан міндетті түрде ол ата заң ескеріліп отырады ғой. Қай жағдайда да. Себебі о бала өзінің құқығын, өзінің бостандығын, еркіндігін білу керек, асыра сілтемеу керек. Ата-ана да білуге міндетті, ұстаз да білуге міндетті, баладан білуге міндетті. Сондықтан ата заң бізде басты назарда ұсталады деп есептеймін. Оқушыдан бөлек, енді сіз педагог ұстаз ретінде, өзіңіз білетіндей бізде педагогтың мәртебесі туралы бізде заң бар, иә? Бұл 2019 жылы, қателеспесем, 27 желтоқсанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дәл осы заңға қол қойған еді. Сол уақыттан бастап бүгінгі күнге дейін жылдан жылға бізде педагогтердің мәртебесі жоғарылап келе жатыр. Яғни жалақының жоғарылауы, және де көп істен босату, құжат жүзінде деп айтып жатырмыз ғой. Сол жөнінде өзіңіз тоқталып өтіңізші, қазіргі уақыттағы педагогтердің мәртебесі деңгейі қандай? Педагог мәртебесі туралы заң шыққалы бұрынғы кезеңмен салыстырғанда әрине көш ілгері өзгеріс бар. Шын мәнісінде педагогтың мәртебесі қазіргі қоғамда белгілі бір жағдайда ілгерілеу үстінде, десек те әрине әлі де әттеген-ай деген тұстар бар. Себебі бала болсын, ата-ана болсын, ұстаз болсын, мектеп болсын, адам болғасын жерде әртүрлі жағдай болады. Ол заңды дүние, бірақ бір қуанарлық жағдай педагогқа шығармашылық жұмыс жасауға, қағазбастылықтан босауға көп мүмкіндік берілді, жалақыдан басқа. Сондықтан қуанарлық жағдай деп есептеймін. Әсіресе байқайсыз ба, қазіргі жастардың осы бір мамандық таңдаудағы ең бір қоятын талабы ол жалақының жоғары болуы. Сол үшін де осы бір педагогикалық мамандықтарға көптеп барып жатыр. Алайда сан емес, біздің еліміз үшін, болашағымыз үшін әрине сапа маңызды ғой. Сол үшін де қазіргі педагогке қойылатын талаптар қандай? Қазіргі педагог болсын, бұрынғы педагог болсын, кез келген педагогтық мамандықты таңдаған адам ең бірінші баламен жұмыс жасайтындығын сезіну керек. Педагог болу үшін ол қалтада диплом болу аздық етеді. Ол ең бастысы баланы жақсы көру керек. Алдыңа неше түрлі тағдырлы бала келеді, ендеше сен сол баланың тағдырына араласайын деп тұрсың, келешегіне жол ашқалы тұрсың, ендеше ол үлкен жауапкершілік. Сондықтан педагог болу ол мамандықтың төресі. Ал осы жаңа өзіңіз айтқандай педагог туралы заң шыққалы, педагогтың мәртебесі көтерілгелі қоғамда шындығында педагогтық қызметке ұмтылушы жастар көп. Ол қуанарлық жағдай.
бір ғана қуанып қоймай, сол жастардың келешекте баламен таза ұстаз болып жұмыс жасауын тілер едім шындығында. Себеп педагогтық қызмет өзге қызметтен ерекшелігі сол, ол күні түні оқуды, ізденуді талап етеді. Керек болатын болса, кейде жеке өміріңді, жеке тірлігіңді сырт тастауға тура келеді. Себебі алдыңда сенің аманат бала отыр. Әрбір баланың өзінің келешекте ұстаздан алар қақысы бар. Себеп ұстаз сол қақысын бере алмаса, ол баладан маман түгіл дені дұрыс адам шығуы екі талай. Осы тұрғыдан сондықтан педагогтық қызметке баратын жас ойланып дұрыс қадам қабылдаған дұрыс деп есептеймін. Себеп жаңа өзіңіз айтқандай саннан гөрі сапа қажет қой. Әрине, енді бала мектеп табалдырған аттағаннан кейін ұстаз алдына барады, сол жақтан тәлім алады. Ең үлкен маман болып қалыптасуына ең алғашқы ұстазының әсері орасан зор. Ал енді мұғалім мен бала арасындағы қарым-қатынастан бөлек, мұғалім мен ата-ана арасындағы қарым-қатынаста ата-ана мен қарым-қатынас жасай білу керек деп ойлаймын. Бұл ретте сіздің тарапыңыздан не дейсіз? Әрине, баланы тәрбиелеу отбасынан басталады. Сондықтан алдыңа келіп отқан оқушыны оқытайын деп, білім берейін деп отырған педагог ата-анамен тіл табыса алу керек. Себебі баланың ол екі қанат сияқты дүние ғой. Егер ата-анамен тіл табыса алмасақ, онда ше баламен жұмыс жасау бекершілік. Сол себепті ата-ана да, ұстаз да баланың келешегі үшін таза шынайы тірлік жасау керек қой. Қанша жылдық тәжірибеңіз бар? 32 жыл. 32 жыл. Мына бір сұрақ мені қызықтырып отыр. Қазіргі уақытта мамандық таңдауды бекер қозғаған жоқпын, өйткені сіздің сол бір өткен алғашқы мұғалім болған, осы салаға қадам басқан жылдармен қазіргі жылдарды салыстыруға келмейді. Былай қарап отырсақ, иә. Дегенмен де осы бір сіздің заманыңызда деп айтайын, жұмысқа тұру, мұғалім болу, бала тәрбиелеу бұл оңай жұмыс болған жоқ. Бірақ та мамандыққа деген сүйіспеншілік болған рас, иә? Сол туралы айтыңыз, жалпы мамандыққа деген сүйіспеншілік неден басталады? Мамандыққа деген сүйіспеншілік үйдегі тәрбиеден басталады шындығында. Өскен ортаң, біреуге қарап, бой түзейсің, ой түзейсің деген сияқты. Сонымен қатар үйде ата-ананың қолдауы керек деген сияқты ғой. Бұл жерде де мамандық таңдауда да шын мәнісінде балаға адаспай жол тауып беретін ата-ана мен ұстазы. Қазір енді балаға еркіндік берілу керек деп жатамыз, шындығында, бірақ еркіндіктің де еркіндігі бар. Баламен келісе отырып, ол мамандыққа оның қаншалықты қабілеті бар, ол мамандық туралы ол қаншалықты біледі, мінекей соған көзін жеткізіп барып, шешімін қолдауға тура келеді. Ал егер ол сол қолдақтық танытып, әлі ол мамандық туралы еш нәрсе біле алмай тұрса, тек әйтеуір түгеншенің жасап жүргенін біліп, жалақысы көп екендігін сезіп тұрса, ол балаға шамалы бір көмек беруге тура келеді. Бұл жолда да бірінші көмекші тағы айтамын, ата-ана және ұстаз. Ал енді мамандыққа сүйіспеншілікпен түсіп, қызығушылықпен оқыған адам, ол дәл сол мамандық бойынша жұмыс жасап, міндетті түрде бір жер тесіп шығары айдан анық. Ал қазіргі таңда бір қарны ашитын дүние, мамандықты жақсы көрмей оқуға түсетін студенттерді жиі көреміз. Қалайда сол мамандықты оқып шығады, қолына дипломын алады, бірақ ол мамандық бойынша жұмыс жасамайтындар көбейіп кетті. Алғашқы сабақ берген, білім берген, тәрбие көрген, алдымнан кеткен шәкірттеріммен қазіргі сабақ беріп жатқан, тәрбиелеп жатқан альфа ұрпақ дейміз ғой. Әрбір 15 жыл сайын ұрпақ алмасып отырады. Ендеше жаңа бір сөзіңізді айтып жатсыз ғой, олар теңестіруге келмейді. Ол да заңды деп есептеймін. Себеп заман, қоғам бір орында тұрмайды. Үнемі өзгеру үстінде, үнемі шол тірлік, шол шешім қабылдауды қажет қылады. Осы тұрғыда мүмкін кейде асығыстықта кететін шығар, мамандық таңдауда. Жаңағы айтқан ата-ана мен ұстаз екі жақтап балаға жол көрсететін болса, ол бала адаспайды, өзінің сүйген, ұнатқан мамандығына барады. Ал сүйген, ұнатқан мамандығына барған адам
қандай қиын болса да сол мамандықтың майталман маманы болып шығады ғой. Себебі ол сүйген ісі. Әркім өзінің сүйген ісімен, кәсібімен айналысатын болса, әрбір күні мереке деп есептеймін. Ал жаңағыдай өзіне тозақ жасайтын ол мамандық таңдаудан адасушылар деп есептеймін. Біріншіден. Екіншіден, қазіргі жастардың түсінігінде тренд бір ғана мамандықтың айналасында қалмау керек. Мәселен, жоғары оқу орнында оқып жүріп, қабатында неше бір курсты бітіріп тастайды ғой, 4-5 жылдың ішінде. Ол сонда неше қырлы, сан қырлы дүниені игеріп шығады деген сөз. Бір мамандықпен мүмкін байланып та қалуға болмайтын шығар, қазіргі заманның талабы. Сондықтан әр нәрсеніден байқап та көру керек, дегенмен әр курсқа жүгіре бергенде де онда да қанша мән болады, біліңкіремеймін, мен басымнан өткен жоқ. Бірақ курсты оқыған дұрыс шығар, дегенмен мамандығыңа шамалы бір плюсы болу керек деп ойлаймын да. Жақын нәрсе болу керек. Түсінікті. Расында да Бұл енді әрине менің жеке ойым. Әрине. Расында да біз енді бұл тақырыптарды тікелей педагогпен сұхбаттасып арқылы білеміз. Өйткені қазіргі уақытта енді мектептегі ең бірінші біздің енді екінші анамыз деп те бекер айтпаймыз. Болашаққа бағыт бағдар іздеген кезде бірінші ата-анамызға барсақ, екінші әрине екінші орында тұратын ол біздің мұғалімдеріміз десек болады, иә. Бәлкім былай да ойлап отырмын, өзіңіз айтқандай сол бір еркіндіктің шектен шығу салдарынан мамандық таңдаудан шатасып жататын жандардың көптігі кездесетіні осыдан шығар, иә? Енді қазіргі таңда айтып жатырмыз ғой, педагогикаға тоқталып жатырмыз. Дәл қазір экранның ар жағында отырған болашақ мұғалімдер бар шығар. Сол болашақ мұғалімдерге 32 жылдық тәжірибесі бар мұғалімнің ақылын тыңдайықшы. Қазіргі таңда біреуге-біреу кеңес айту өте қиын дүние. Себебі әр адам өзінің өмір жолын қателесе жүріп, тәжірибе жинай жүріп, тиянақтаса, сонда құба-құп деп есептеймін. Ал егер қателесуден қорқатын болса, шегірткеден қорыққан егін екпес дей ме? Дәл сондай жағдай болады да. Бірақ та тағы да айтамын, үнемі мен шәкірттеріме, түлектерге айтатын сөзім бар. Мұғалімдікке шын мәнісінде ойланып барғалы тұрсың ба? Сен ертең баламен жұмыс жасайсың. Бүгін бір күн түнімен дәптер қарап, ертесіне шаршап тұрсаң, түкке жарамайсың. Сол сұрақты өзіңе қой дейсіз. Иә, сондықтан өзіңе қой. Өзің бұрын бала болған уақытта ұстаздан не күтуші едің? Сол олқылықтың орнын жабуға дайынсың ба? Алдыңдағы бала бір-бірі әлем. Ал сол әлемнің қызығын, шыжығын көтеруге қаншалықты дайынсың деген психологиялық сұрақ қоя отырып барып құптаймын да. Шын мәнісінде баланың қабілеті. Сосын жаңағы айтқан ең бірінші баланы жақсы көру керек педагог. Қандай бала болмасын. Қандай бала, қандай тағдырлы бала алдыңа келмесін. Сен баланы сүюге, баланы құрметтеуге, қадірлеуге міндеттісің, оған жол көрсетіп жетелеуге міндеттісің. Кейде бір әттеген ай тұстар болып жатады, мысалы бір оқушымен сөзге келіп қалады, сол оқушының соңынан қалмайды. Түкке тұрғысыз. Сенің мысалы педагогтық қабілетің, ол әлі оң солын танып болмаған баламен күресуге, теке тіресуге қажетпеді деген сұрақ туады. Ол арқылы ешкім іштен өтпейді. Мұғалімнің жүйкесі тозады, бала өзіне керегін ала алмайды. Ондай проблема кімге керек? Сондықтан да ұстаз баланы сүю керек, ол баланың бойынан өзіне қажетті бір плюсті таба білу керек қой. Кез келген бала, кез келген адамның бойында бір жақсылық бар, ізгілік бар. Ал сол ізгілікті тауып алу ұстаздың қолында ғана. Әрине, енді жаңа сіздің айтқан сөздеріңізде қорытындылай отырып, менің түсінгенім, жалпы балаға махаббатпен бойына бар дарындылықты, қасиетті сіңіру керек. Сондықтан да бұл болашақ мұғалімдер үшін үлкен мотивация болды деп ойлаймыз. Күнсұлу ханым, 30 тамыз Конституция күнімен өзіңіз шын жүректе құттықтаймыз. Елдің болашағы үшін қызмет ететін жас дарындар сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да еңбектеріңіз табысты болсын. Сізден де көрермендерге құттықтау естігіміз келеді. Ата заң мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір отбасына зор денсаулық, аманшылық, әрбір тірлігіне береке, бірлік тілеймін.
Аман есен болайық. Рахмет көп. Күнсұлу ханым, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге тағы да бір мәрте алғыс айтамыз. Алдағы уақытта енді мерекеден кейін 1 қыркүйек білім күні келе жатыр, жаңа оқу жылына деген қарқын төмендемесін, тек қана сәттілік тілейміз.